Даму баламен одобрение алу үшін оқу бағдарламасын қалай жазамыз? Сәлем, есімім Меруерт Шурақызы, даму бала эксперті боламын. Парақшама тіркеліп, міндетті түрде лайк бас. Жалпы даму бала дегеніміз қандай программа? Бұл мемлекеттен берілетін оқу орталықтарына тегін кружок ашу үшін берілетін субсидия. Яғни сіз тегін кружокты ашасыз, ата-ана тегін қатыстырады баласын, бірақ сіз мемлекеттен сол бала үшін ақша алып отырасыз. Енді бұл программа қатысу үшін белгілі бір құжаттарды дайындау керек. Сол құжаттардың ішіндегі ең маңыздыларының бірі оқу бағдарламасы. Көп кәсіпкерлерде поставщиктер отказ алудың себебі осы оқу бағдарламасын нормативке сай жаза алмауы. Көпшілігі қалай жазылуын түсінбей жатады. Мен сіздерге сол оқу бағдарламасының маңызы жайлы айтқым келеді. Видеоны соңына дейін қара. Оқу бағдарламасы бұл нормативке сай жазылу керек. Ол жерде түсінік хаттан басталып, бұл программа не жөнінде үйретіледі, қандай мәселе айтылады, тренердің аты жөнінен бастап берілетін мақсаты, міндеттері, көрсетілетін нәтижесі, бұл кружок қандай нәтижемен бітеді, нысаны қандай оқу жоспары құрылады, қанша сағат өтіледі, апта сайын, ай сайын есеп беру бар. Есеп беру іс-шаралары жылдық қашан болады, қандай тақырыпта болады, кім қатысады, ата-ана қатыса ма, жоқ, ол балалар арасында өтіле ме? Міне бұның барлығы материалдық база жайында толыққанды ақпарат болу керек. Және де осы курстың регламенті жазылып тұру керек. Яғни домбырама домбыраның регламенті, вокалдың оқу бағдарламасы ма, вокалға қатысу үшін құрылатын регламент бар, сол жазылып тұру керек. Оның барлығын біз қайдан аламыз? Нормативтен аламыз. Нормативті оқи алу маңызды. Себебі ол жерде нормативті кім оқи алады? Оқу бағдарламасын идеальны жаза алады. Ол жерде берілетін бір норматив нені білдіреді? Сандар. Бірінші тұрғаны әрине бұл баланың кружокқа қатысу сабағының саны. 12 деп тұрма, аптасына 3 рет. Яғни сіз расписанияңыз оқу бағдарламасында құрған кезде осы бір санға сәйкестендіріп құрасыз. Екінші тұрғаны бұл сіздің есеп беру іс-шараңыз. Егер 12 деп тұрса 6. 8 деп тұрса 4. Яғни 4 рет есеп беру іс-шараңыз өтеді деген сөз. Оның екеуі ата-анаға қатысуымен өткен ашық сабақ болса, екеуі балалардың арасындағы сайыс, жарыс түрінде өтуі мүмкін. Ары қарай 4 деп тұрғаны бұл баланың, яғни кружокқа неше жастан бастап қатыса алады. Сол жас мөлшері. 4-тен 17 жасқа дейін заявление жазып жатқанда да, оқу бағдарламасын көрсетіп жатқанда да, осы бір цифралар қайта-қайта қайталанып келеді. Осыны дұрыс жаза алу маңызды. Одан кейінгі цифраңыз баланың сабақтағы қатысу санының ұзақтығы, сабақтың ұзақтығы, яғни егер 9 жасқа дейінгі бала болса, мысалы 4 жастан 9-ға дейін 60 деп тұрса 60 минут болады сабақтың ұзақтығы. Расписанияны сәйкесінше 60 минутқа құрасыз. Егер сіз үлкен топқа құратын болсаңыз, 10 мен 17 жас аралығындағы, олай болса 90 минут деп нормативте көрсетілген уақытты қоясыз. Сол үшін оқу бағдарламасын жазу үшін біз бірінші нормативті оқуды білуіміз қажет. Және де материалдық база жайлы айтқым келеді. Материалдық база бұл сіздің сол пәнді жүргізу үшін, сол кружокты жүргізу үшін қажет дүниелер деген сөз. Оның ішінде парта қажет пе, айнасы қажет пе, жоқ линолеум болу керек пе, әлде тағы да тағысын, бұл да нормативте көрсетіліп тұрады. Міне минималды нормативке сай көрсетілу керек құжаттардың тізімі тұр ма, яғни оны сіз мына жаққа апарып оқу бағдарламасына саласыз. Егер өшіргіш сөзіңіздің сурет пәнінде ұмытып кеттіңіз ба, онда сіз отказ аласыз. Міне оның барлығына қай жерде қолданамыз, қалай жазамыз, біз толыққанды өзіміздің курсымызда ашып үйрететін боламыз. Немесе сопровождениеге келу арқылы сіз осы дұрыс өтетін оқу бағдарламасын алсаңыз болады. Ал мемлекеттен қалай аламыз, даму бала жайлы, жұмысшы субсидиясы жайлы ақпараттың барлығын мен өзімнің осы каналымна салып қойдым. Сол видеомен танысып шықсаңыз болады. Ақпараттың барлығы бізде Telegram каналында көрсетілген. Сол каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Описанияда сілтемесі тұр. Және де Instagram парақшасына да жазуды ұмытпаңыз. Барлық болып жатырған, болатын конкурстар, олардың нәтижесі, алып жатқан кейстарымызда, одобрениеден өтіп жатқан тұлғалар жайлы барлық ақпараттар мен өзімнің парақшамда бөлісіп отырамын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге үлкен рахмет. Лайк басып тіркеліп алыңыз.